Аса қамқор, ерекше мейірімді Алла Тағаланың атымен бастаймын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бүгінгі тақырыбымыз құрбан. Араб тіліндегі мағынасы жақындау деген мағына білдіреді. Ал шариғаттағы мағынасы шариғат шарттарына санаса отырып, құлшылық ниетімен мал бауыздау дегенге саяды. Құрбан шалу мал дүниесі нисаб мөлшеріне жеткен әрбір мұсылманға уәжіп болып есептеледі. Бұл туралы Құран-ы Кәрімде Алла Тағала былай дейді: Астағфирулла фасолли лироббика ванхар. Намаз оқы және құрбан шал дейді. Бұл туралы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде: "Мен кана лаху саа ва лам юдахи фала яқрабанна мусаллана." Кімде-кім мүмкіншілігі бола тұра құрбан шалмаса, біздің намаз оқитын жерімізге жоламасын деген. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның тағы да бір хадистерінде құрбандыққа малдың ең жақсысын, көзге жұғымдысын таңдаңдар. Өйткені ол қыл көпірден өтерде өз көліктерің деп айтқан. Құрбан шалу адамның ішкі ниеті, шын пейілі, дінге бекемдігі, тақуалығы, басқаларға жанашырлығы таразға түседі. Сондай-ақ пенденің пендешілігі мен мәрттілігі, сарандылығы мен жомарттылығы да сынға түседі. Қорытындылап айтсақ, құрбан бұл құлшылық, жылына бір рет келетін, Алла разылығы үшін салынатын мал. Осы Алла разылығы үшін салған құрбандарыңызды Алла қабыл етсін. Алла субхану ва тағала құрбан айттан құрбан айтқа баршамызды аман есен өткізуге нәсіп еткей. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.